Құрметсіздер мен құрметті студенттер, мен Қазбек Ақбота, Қарағанды Тау-Кен индустриалдық колледжінде бақылау өлшеу аспаптары және автоматика біліктілігі бойынша өндірістік оқыту шебері болып табыламын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сымдарды дәнекерлеу және қалайлау. Металдарды жалғау. Дәнекерлеу дегеніміз ол әртүрлі металдардың бір бөліктен тұратын қосылысын балқытылған аралық металдың көмегімен қосылатындарға қарағанда төмен температурада балқыту процесі. Дәнекерлеу үшін қажетті заттар ол дәнекерлеуіш, канифоль және қалайы. Дәнекерлеу үтігі, яғни дәнекерлеуіш, ол дәнекерлеу процесінің негізгі құралы. Бұл екі бөліктен тұратын электрлік құрылғы, яғни тұтқасы және жылыту беті. Дәнекерлеуіш тұтқасы ағаштан жасалған, себебі жұмыс бөлігі өте жоғары температураға жетеді. Тікелей жұмыс температурасына келетін болсақ, оны дәнекерлеу арқылы жасайды. Дәнекерлегіштің жұмыс бөлігінің максималды температурасы оның қуатына байланысты температура 300-350 градуста болуы мүмкін. Бұл жерде электрлік дәнекерлегіштердің түрі көрсетілген, яғни бұл жерде екі түрі, біріншісі тік, екіншісі бұрыштық. Жалпы дәнекерлегіш өзі тұтқадан, тығын, қамыттан, үстеме бүйірден, сымнан, штепсельді айыр және мыс өзегінен, яғни ол жылу таратқыштан тұрады. Канифоль. Канифоль дәнекерлеу жүргізілетін бетті тазарту үшін, сондай-ақ сапалы қосылысты қалыптастыру және дәнекерлеуді жақсарту үшін қолданылады. Тағы бұл жұмыс үшін дәнекерлейтін қышқыл пайдаланылуы мүмкін, бірақ ол өзінің қасиеті бойынша канифольдан әлсіздеу. Бұл дәнекер. Дәнекерлеу ретінде қалайы жиі қолданылады, ол қуыстарды толтыру кезінде қатты монолитті қосылысты қамтамасыз етеді. Дәнекерленген қосылыстардың түрлері. Дәнекерленген өнімдерге қойылатын талаптарға байланысты дәнекерленген тігістер келесідей бөлінеді, ол берік, тығыз және қатты тығыз. Бұл жерде дәнекерленген тігістердің түрі көрсетілген, біріншісі түйіспелі тігіс арқылы, екіншісі қабаттасу арқылы, үшіншісі сатылы арқылы, төртіншісі қиғаш кесумен, бесіншісі түйіспелі қабаттасумен, алтыншысы герметикалық тігіс. Сымның екі ұшын дәнекерлеу үшін алдымен оларды жұмысқа дайындайды, кейін оларды дәнекермен жалғайды. Жалғаудың екі әдісі бар. Бірінші әдісі кабельдің кішкене бөлігі екіншісіне салынып, олар дәнекерленеді. Екінші әдісі кабельдің бөліктері бір-біріне жабысып, дәнекерленеді. Қалайлау техникасы. Металл бұйымдарының беттерін қорытпаның мақсатына сәйкес келетін жұқа қабатпен жабу, ол қалайы деп аталады, ал қолданылатын қабат жартылай қабат деп аталады. Қалайлау бұйымдарды дәнекерлеуге дайындау кезінде сондай-ақ оларды коррозиядан, тотығудан қорғау үшін қолданылады. Қалайлау техникасы келесіден тұрады, ол ең бірінші бетті дайындау, яғни щеткамен өңдеу, тегістеу және майсыздандыру. Одан кейін қалайыны дайындау және үшіншісі ол сыртқы қабатты бетті қалайлау. Қалайлау жалпы екі әдіс арқылы іске асырылады. Біріншісі балқытылған қалайға батыру және ысқылау арқылы. Дәнекерлеу кезінде қауіпсіздік техникасы сақтауы өте маңызды. Оған ақаулы құралдар мен құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Жарамсыз аспаптарға және дәнекерлеу құралының қыздырылған бөліктеріне жанасуға тыйым салынады. Дәнекерлеу орнына жақын еңкеюге болмайды. Жұмысты сорғыштың астына орындау керек. Дәнекерленген өнімді ұстап тұру үшін тістеуік немесе темір ұсталарын қолдану керек. Баяу балқитын дәнекерлеуштермен дәнекерлеу кезінде қолғап пен көзілдірікте жұмыс жасау керек. Және жұмыс аяқталғаннан кейін міндетті түрде қолды сабынмен жақсылап жуу қажет. Сабағымыздың практикалық кезеңіне келетін болсақ, бізде тақырыбымыз сымдарды дәнекерлеу, яғни жалғау. Бұл жерде сабаққа кіріспес бұрын ең бірінші қауіпсіздік техникасын сақтау өте маңызды болып келеді. Және сабаққа практикаға қажетті заттардың болуы ол міндетті түрде, яғни ол ең бірінші дәнекерлеуіш, канифоль, өздеріңіз презентацияда көргендей қалайы және изоляцияға арналған трубкалар, сымның өзі қажет және тістеуік. Жұмысқа кіріспес бұрын біз бірінші сымды изоляциядан шешеміз.
ол 15-20 мм болу керек. Одан кейін сымдарды бұрау арқылы, әрқайсы сымды бірінші бұрап аламыз. Сымды орап болғаннан кейін канифоль қолданамыз. Канифольді екі әдісте қолдануға болады. Ол батыру арқылы немесе жағу арқылы. Оған дәнекерлеуіштің көмегімен істейміз. Сымға канифольді жаққаннан кейін біз қалайыны қолданамыз, яғни бұл жерде ең бірінші әрқайсы сымға қалайыны жағып аламыз дәнекерлеуіш арқылы. Енді келесі әдіс, қалайланған сымдарды бір-біріне ораймыз. Ең негізгі кезең оралып бір-біріне жалғанған сымдарды қалайлаймыз. Жеке-жеке сымдарды бір-біріне қосып қалайлағаннан кейін, ең соңғы кезең ол бізде изоляциялық трубкалар арқылы немесе изоляциялық лента арқылы осы сымды изоляциялаймыз. Бұл жерде ең бірінші бізде жалғанған сымдардың өзін изоляциялаймыз, және де одан кейін үлкен изоляцияға арналған трубкалармен жалпы сымды изоляциялаймыз. Ең бірінші ол бізде жалғанған сымдарды изоляциялау. Ең соңғы кезең ол бізде жалпы изоляциялау. Сымды изоляциялап болғаннан кейін трубканың артық жерін қиып тастаймыз. Сабағымызды қорытындылай келе, сымдарды дәнекерлеу осындай әдіспен жүзеге асады.